Күн сайын біз түрлі ғимараттар мен құрылыстарды кездестіреміз, бірақ олардың арасында адам өміріне тікелей қауіп төндіретіндері де бар. Осы ғимараттардың өзіндік ерекшеліктері мен орналасқан жерлері оларды таңғажайып қауіпті етеді. Әрине, бұл ғимараттар бұрынғыдай ерекше және танымал болғанымен, олардың құрылымдық немесе табиғи апаттарға ұшырауы ықтималдығы өте жоғары. Бүгін біз сіздермен әлемдегі ең қауіпті әрі қорқынышты ғимараттарды таныстырамыз. Сато Касл әдемі және тарихқа бай ғимарат, бірақ оның құрылысында бірқатар ақаулар бар. 1970 жылдары салынған көп қабатты үй апатты жағдайда тұр. Жер сілкінісі кезінде бұл ғимараттың құлау қаупі жоғары, бетон сапасы төмен, темір қаңқасы тот басқан және құрылыс нормалары сақталмаған. Алайда бұл ғимаратта әлі де адамдар тұрып жатыр. Рязань радиолокациялық станциясы әскери мақсатта салынған алып антенна желісі. Ол тек өзіне тән құрылыммен ғана емес, радиациялық толқындармен уланған аймақта орналасқан. Ғимараттың өзі ескірген, оған ешқандай жөндеу жүргізілмеген, сондықтан құлау қаупі өте жоғары. Бұл аймақтың болашағы өте қауіпті. Йосемити ұлттық саябағында Half Dome Cables бұл тік жартастың үстінде бекітілген кабельдер. Бұл қиын әрі қауіпті жыл сайын мыңдаған туристі қызықтырады. Оның биіктігі 2700 метрге дейін жетеді. Осы бір ғана биіктіктен құлау адам өміріне зиян тигізуі мүмкін. Бұл әлемдегі ең қауіпті туристік ғимараттардың бірі болып саналады. Монтепелло мұнарасы теңіз жағасынан тастан жасалған көне күзет мұнарасы. Жағалау желінің әсерінен мұнараның іргесі сөгіліп, құлаудың алдында тұр. Алайда бұл тек тарихи мұра ғана емес, сондай-ақ көтеріліп суретке түсіргісі келген саяхатшылар үшін ерекше орын. Петрокемп Норвегиядағы қар көшкіні мен тас құлауынан қауіпті ғимарат. Оның терезелері мен қабырғалары арнайы болат қабырғасымен қапталған. Бірақ табиғаттың күштері қарсы тұру мүмкіндігі де әлі күмәнді. Бұл ғимараттың болашағы табиғаттың күшімен шешіледі.